Қайырлы күн оқырман, бүгін біз 19 ғасырдың соңында қазақ даласында кәсіби заңгерлердің неліктен күрт көбейгенін талқылаймыз. Бұл алаш заңгерлері туралы арнайы топтама. Билер институты жойылып, патша үкіметі қазақтан құнарлы жерлерін тартып ала бастады. Ресейден келген шаруалар мен жергілікті қазақтар арасында дау көбейді. Қазақ биге жүгінсе, орыс шекара сотына баратын, сөйтіп ол дауды өз пайдасына шешетін. Әділетсіздікке шыдамаған көзі ашық қазақтар бір шешімге келді. Ол балаларын кәсіби заң оқуына беру. Осылайша әлемді шарлаған қазақтан шыққан сауатты зиялылар пайда болды. Орташа статистика бойынша сол замандағы қазақ заңгері 4-5 тілде еркін сөйлеген. Орыс, француз, латын, грек тілдерін университетте меңгерсе, ауыл молдасынан араб, түрік, татар тілдерін үйреніп өсті. Бұл нағыз интеллектуалды элита еді. Олар кең даланы сақтап қалу үшін шыбын жаны шырқыраған ұлы тұлғалар. Келесі бөлімдерде нақты тұлғалар мен олардың өміріне тоқталатын боламыз. Парақтардың сыбдырына құлақ түріңіз, біздің парақшаға жазылуды ұмытпаңыз.